Көптеген новичоктардың қоятын сұрақтары таргетолог болу үшін не істеу керек, таргетологтың қызметі неде, таргетолог жалпы болу үшін қандай қызығушылық болу керек деген секілді сұрақтар келіп жатады. Мен осы сұрақтарға қысқаша жауап бере кетейін осы видеода. Жалпы таргетолог болу үшін не істеу керек? Таргетолог болу үшін әрине ең бірінші керек дүние ол мұқтаждық керек. Мұқтаждық дегеніміз не? Егер де сізде өміріңізде бірдеңе өзгерткілеріңіз келсе, осы өзіңіздің жасап жатқан жұмыстарыңыз ұнамаса, немесе осы жұмыстан қосымша тапқыңыз келсе деген секілді бір ойлар келеді ғой. Осы таргетолог негізі қызметі, яғни таргетолог болу өте жақсы мамандықтардың бірі. Көптеген менің коллегаларым бар, осы жақында бастағандар бар, бұрын бастағандар бар. Мен өзім жалпы 2017-18 жылдары осы нені бастаған болатын, осы қызметті бастаған болатын. Одан бері біраз нәрсе өзгерді, қаншама адамдар таргетті оқыды, көрді, көбісі нарықтан шығып кеткендер де бар, осы нарықта қалғандары бар, енді бірең-сараң. Осындай қиыншылықтар болған кезде осы мамандықты тастап кететіндер де бар, бір-екі проект алады да одан нәтиже шықпай сынып қалатындар да бар. Осындай секілді дүниелер болған кезде осы таргетолог мамандығын тастап кеткендер де бар. Сондықтан бұл мамандықты егер де меңгеретін болсаңыздар, әрине бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Бұл да кәдімгідей мамандық. Егер де сіздер мысалға өздеріңіз мұғалімдікті жұмыс жасап жатсаңыздар, мүмкін басқа жерде бір сварщик болсын, СТО-да жұмыс жасап жатсаңыздар, бұл да дәл сондай жұмыс, адамға қызмет ету. Сондай секілді таргетолог болу үшін әрине бір ғана курс жетпейді бұған. Интернеттен сіздер көптеген ақпараттарды алып, оны практикаға қолдану керексіздер. Интернетте айтайын сіздерге өте көп курстар бар, қалайша таргет жіберуге болады, қалайша өзіңіздің таргетіңізді, өзіңіздің кәсібіңізге, мысалы, егер кәсіпкер болсаңыз, немесе бизнесмен болсаңыз, қызмет түрінде жүрсеңіз, өзіңізге қалайша осы таргетті жарнаманы жіберуге болатын туралы көптеген видео курстар өте көп. Интернетте ақтарып қарасаңыз, әрине бұның барлығын жинап, дұрыстарын қарап, осылай жинап, өзіңізге білімге алып, практика қолдансаңыздар болады. Ал кәсібі жоқ, тірлігі жоқ адамдарға айтарым, осы таргетті жарнаманы үйрену үшін интернетте өте көптеген курстар бар. Тіптен менің каналымда да курстар шығады, құдай қаласа, сол кезде сіздер соны қарап өздеріңіз меңгерсеңіздер болады. Жалпы қызығушылықты арттыру үшін не істеу керек? Әрине айтып тағы да мұқтаждық. Адамға керегі мұқтаждық. Мұқтаждық болмаса, егер де сізде бизнесіңіз, кәсібіңіз болып, немесе айлығыңыз өте жақсы, өмір сүруіңізге комфортны болатын болса, бұл мамандық сізге емес. Өйткені бұл мамандық кәдімгідей үлкен жауапкершілігі бар мамандық. Өйткені сіздер бір адамның, бір кәсіптің, бір бизнестің өзін асырап отырған, семьясын, отбасын асырап отырған кәсіптің ақшасын сіздер дұрыс жолға құртасыздар, яғни жарнамаға құртасыздар, клиент әкеліп бересіздер, сол арқылы табысын арттырасыздар, сол арқылы сіздер өздеріңізде табыс табасыздар. Одан кейінгісі, таргетологтар кімге керек? Қазіргі уақытта, қазіргі таңда кімге керек деген сұраққа мен жауап бере кетейін. Таргетолог жалпы айтайын, барлық кәсіп түрлеріне керек. Қазір әлем онлайнға көшті. Әсіресе біздің Қазақстан онлайн бизнеске өте қатты баспен кірді. Бізде цифровой елміз. Біз цифровизация деп айтып жатады президентіміз, тағы да басқа да осындай бағыттарды айтып жатады, IT бағытын дамыту керек деген секілді дата-центрлер салынып жатыр, мысалы Қазақстанда. Сондай секілді дүниелер болып жатқан кезде трендтен қалмау. Менің өзім жасым 30-дан асқан болса да, мен барынша осы жастардың не істеп жатырғанын, жастардың жалпы болып жатқан трендтерін мен барлық интернеттен бақылап отырам, және де өзіме барынша енгізуге тырысамын. Яғни әлемде де не болып жатыр, әлемде қандай өзгерістер болып жатыр, соны барлығын бақылап, өзімнің ісіме, яғни мамандығыма, таргетолог мамандығыма мен енгізіп отырамын. Қараңыздар, таргетологтар жаңа айтып жатырмын, кімге керек? Барлығына керек. Каспий магазин болсын, торт сатушы болсын, ол массаж жасайтын адам болсын да, емдік массаж, онлайн мектеп, тіптен жаңағыдай қандай қазіргі болып жатқан онлайн мектеп, инфобиз дейді, инфобизнесмендерге де керек бұл таргет. Жалпы көптеген бизнестер қазіргі мен байқап отырғандарым барлығы таргетке байланып жатыр. Кафе, ресторандар болсын, тағы да басқа да осыны сататын адамдардың барлығы осы таргетке байланған. Яғни әлеуметтік желі арқылы
әлеуметтік желі арқылы клиенттер тартып отыр. Таргет өле ма деген сұрақтар да болып отыр. Таргетолог мамандығы бітті, осымен кетті, уже бітеді барлығы, уже таргет өшті деген секілді маған осындай бір запростар айтып жатады, қашан өшеді деген секілді. Айтайын, таргет мамандығы ешқашан өшпейді. И жасанды интеллект деп жатады. Жасанды интеллект жасай алады таргетке тапсырсаңыз, клауд деген секілді жасанды интеллекттер бар. Солар берсеңіздер, ол тапсырсаңыздар жасайды. Әрине бұл нәрсе келеді, бірақ соның өзін бақылау үшін де жасанды интеллектті бақылау үшін де адам керек. Таргет түсінетін адам, оған бағыт бағдар беріп отыратын адамдар қажет болады. Ол мамандық менің ойымша өшпейді. Жалпы оның таргет болмас бұрын да, әлеуметтік желі болмас бұрын, оның алдында да телевидение болды, радио болды, әлде радионы да қолданады, телевидение қолданады. Мысалы, телевидение, радио деген секілді, оның ішінде де жарнама бар. Жарнамасын жасайтын, жарнаманың несін құрып беретін адамдар болды. Ол нәрсе, ондай мамандықтар бұрыннан бар, газеттерде де болған. Тіптен Алаштың газеттерін оқысаңыздар, оның үшін Ахмет Байтұрсынұлы жаңағыдай жарнама, қателеспесем сол кісі факт-чек білмеймін, бірақ несін көргенмін, Алаштың газетінде соның ішінде де жарнамалар болған. Тіптен баяғыдан 100 жыл бұрында да осындай бір жарнамалар болған. Жарнама саласы жалпы алдағы уақытта бұл таргеттен бөлек басқа да бірдеңелер шығуы мүмкін, бірақ қызметі, жарнама деген қызметі ол тіптен 100 жылдан кейін де, 1000 жылдан кейін де бұл қалатын мамандық деп білемін. Одан кейінгісі жалпы Қазақстанда қандай таргеттер жүреді деген, қандай таргеттер жақсы жүреді деген бір сұрақтар болады. Қандай таргетті меңгерген дұрыс дейді. Әрине бұл топовый. Біріншісі Facebook, Instagram, екіншісі TikTok, үшіншісі YouTube жарнамасы, яғни Google Ads. Одан бөлекте контексті жарнама бар, тағы да басқа да бар. Осылардың барлығы осы жарнама несіне кіреді. Таргетті жарнамаға кіреді. Контекст жарнама енді бөлегенде. Сол таргетологқа қызықсаңыз, жалпы неден бастау керек деген сұраққа мен жауап бере кетейін. Ең бірінші әрине курстан бастаңыздар. Интернеттен курстан бастаңыздар. Біріншісі соларды қараңыздар. Интернет курсты жай ғана көрмей, бірден практика. Сол жерден бастап практика жасап отыру керексіздер. Сосын екіншісі ол кәсіпке, кез келген кәсіпке айтасыздар. Өзіңіз таныстарыңыз, достарыңыз, немесе тағы да басқа да осындай адамдар болатын болса, ұсыныңыз, өзіңіз ұсыныңыз. Мен тегін сізге жасап берейін. Тегін саған жасап берейін. Мен сенің жарнамаңды, таргетті мен меңгеріп отырмын. Давай күніне бір $5, $10 мен саған жіберіп берейін. Осыны мен қолданайын деп, осылай сіздер бастайсыздар. Ең бірінші таргетті жарнаманың алғашқы қадамды міндетті түрде интернеттен болсын қарап, менің курстарымда болсын, немесе басқа да курстарды қарап, осылай бастап көргендеріңіз дұрыс болады. Жалпы осы таргетолог деген кім? Жалпы таргетке қызығушылықты арттыру үшін не керек? Осының бәріне мен өзімнің практикам, яғни өзім тәжірибем арқылы сіздерге мен жауап бердім. Сол каналға жазылыңыздар, ютубтағы каналға тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Кім таргетке қызығушылық артса әрине.